ел ішінен көрген білгеніңді айтшы. Оның несін сұрайсыз жақа? Аштық азабына шыдай алмай, өзін өзі өлтіріп жатқандар да бар екен. Жақантай сенбісің? Аға, аштарға өзіміз жәрдемдеспесек болмайды. Семейдің елінен мал жиып, торғайға айдау. Не Сандра ғой? Гүлнәрай, сенің әкең Амангелдіні өлтірген. Сондықтан ақталмай қалды. Сізге мына кітап таныс па? Оян қазақ. Оян қазақ. Жақсы таныс. Не? Оян қазақтың екінші баспасына әкелді. Міржақып аға, бізді алыңыз әскерге. Біз әскер боламыз. Мен қорқсам, ана демі біті. Өліп бара жатқан мұңдас, қандас, бейшара бауырларының қарғысынан қорқам. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз оқу-оқушылар мектеп жобасы аясында соның ішіндегі бір бөлімі кинофест жобасы бойынша біз Оян қазақ фильмін көрген болатынбыз және де біз оқыған болатынбыз. Сол бойынша қазір біз кино үзіндісін бір қарап жүрсек еске түсіріп, біз алдын кинотеатрға барып көрген едік, иә? Қазір енді кішкене бір үзіндісін көрсек, одан кейін барып ары қарай викторинамен жалғастыратын боламыз. Қараймыз, тыныш. Шығармалы қай ауылдық мұғалімге оқытады? Батырбеков, Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп па? Жарайды, көрейік. Қолымыздан көтерейік біраз. Келесі сұрақ. Міржақып Дулатұлының шығармаларын тап. Жәнерке. Бақытсыз жамал Оян қазақ азаматтық шығармалары. Жарайды, көрейік. Дұрыс, өте жақсы. Келесі сұрақ. Міржақып Дулатұлының қайтыс болған жері. Абай қай жерде қайтыс болды? Түрмеде? Тағы ойланып көреміз. Аман болады. Лагерде. Жарайды, көрейік. Келесі сұрақ. Оян қазақ өлеңінің негізгі идеясы. Кім жауап береді? Оқимыз дұрыстап. Қазақ халқының рухын ояту, ата-анаға ие болу мақсатында қазақ зиялыларына Нұрболат. Қазақ халқының рухын ояту. Жақсы, көрейік. Өте дұрыс, жақсы. Келесі сұрақ. Міржақып Дулатұлы қай жылдары өмір сүрді? Қай жылдар аралығында өмір сүрді? Арай. 1885-1935 жылдары. Аралығында. Көрейік. Дұрыс, жақсы. Келесі сұрақ. Міржақып Дулатұлының туған жері? Еркенас. Қызбен ауылы. Көрейік. Келесі сұрақ. Оян қазақ авторы. Жамал. Міржақып Дулатұлы.
Апай мына жақтан апара алсаңыз, Жылдағы шоян қазақ көтербасты өткізбей, қараңғыда бекер жасты. Жер кетті дін нашарлап, хал арам болып қарағым, енді жату жарамасты. Бұл өлең жоғары қандай мақсатта жазылды? Қазақтың рухын ояту. Дұрыс, өте жақсы. Қолыңыздағы көтеріңізді. Келесі сұрақ. Алаш партиясы қай жылы құрылды? Дәліркер. 1917 жылы 28 шілдеде. Дұрыс деп ойлаймыз ба? Көрейік. Келесі сұрақ. Оян қазақ өлеңінің басып шығарылуына кім қарсы болды? Жандарбек. Қазақ зиялылары. Патша өкіметі. Патша өкіметі. Келесі сұрақ. 1915 жылы қай өлеңі жарық көрді? 1915. Нарқытта жоқ па не? Бір бол, Азамат. Істеп ойлаймыз ба? Батырбек. Терме. Көрейік. Ақыл әкесі оны молдадан шығарып алып, қай ауылдық мұғалімге оқытады? Жаңағы сұрақ дұрыстап кетеміз. Ясмина. Мұқан Тоқтабайұлы. Келесі сұрақ. Міржақып Омбы қаласында Ахмет Байтұрсынұлымен. Ахмет Байтұрсынұлымен кездеседі. Неше көрейік. Өте жақсы. Келесі сұрақ. 1907 жылы Міржақыптың қай өлеңі басылды? Жастарға деген өлеңі басылды. Жастарға деген өлеңі. Дұрыс. Келесі. Оян қазақ фильмінде басты рөлді кім сомдады? Басты рөлді ойнаған актер. Bir oylanamız. Бақыт Қажыбаев. Келесі сұрақ. Міржақып Дулатұлының жарының есімі. Қали Жамал. Гүлдар қызмаларды шатаспаймыз. Келесі Алаш партиясының басшысы. Жандарбек. Әлихан Бөкейханұлы. Келесі сұрақ. Міржақыпты тұтқындағаннан кейін қандай үкім шығарады? Ату жазасына кесілді. Аман. 10 жыл абақтыға қамалды дейді. Аман жауабын көрейік. Дұрыс. Келесі сұрақ. Міржақып қай ұлы ағартушының түлегі болды? Қай ұлы ағартушының түлегі болды?
Ыбырай Алтынсарин. Дұрыс. Келесі сұрақ. Міржақып Дулатұлының руы қандай болды? Албан апай. Еркенас. Арғын тайпасының мадияр руына. Арғын тайпасының мадияр руына дейді. Көрейік. Келесі. Бақытсыз Жамал романы қай жылы жарық көрді? 1915. Қолымыз көтереміз. Ясмина. 1915 жылы. Қолымыз көтереміз. Жандарбек. Жанеке. 1910 жылы. Дұрыс. Келесі сұрақ. Міржақып Дулатұлы қай жылы дүниеге келді? Қолымыз көтереміз. Арайымды. Соңғы сұрақ. Оян қазақ атты өлеңдер жинағы қашан жарық көрді? 1909 жылы Петербургте дейді. Көрейік. Дұрыс. Өте жақсы. Енді оқушылар көрдік. Сол кезде сендерге ең бір қалай айтсам болады? Өте бір жақсы ой түйіп, өзіміздің ойымызда қалған, түйсігімізде тұрған бір сөз айта аламыз ба енді сол фильм туралы, Оян қазақ фильм туралы? Мұхаммед. Ол фильмнен қазаққа деген жанашырлығын және де елін сатпауы. Тағы. Өз елін қорғау. Тұрып айтамыз. Өз елін қорғауға. Тағы. Кім толықтырады тағы? Біздің тәуелсіздік алмас бұрынғы қазақтардың патша үкіметінен көрген қиындықтарын Соған қарамастан біздің қазақ еліміздің болашағы мықты болсын деп, жастарымыз оянсын деп. бізге бүкіл нәрсені керекті фильмдерді, мысалы бізге бұрынғы қазақ ойларымызда қалай болғанын және біз осы азаттыққа қалай жеткенімізді түсіндіру үшін